Өзбекстан президентінің 25 құқығы бар. Конституциясының 19 бабында бекітілген. Бірінші, Өзбекстан бұқараларының құқықтарын һәм еркіндіктерін қорғауға кепіл гарант болады. Екінші, Өзбекстан мемлекеті ішінде һәм халықаралық қатынастарда Өзбекстан атынан жұмыс алып бар. Үшінші, қандай да бір келісімдер һәм шарттамаларға қол қояды және олардың әмелге асырылуын талап етеді. Төртінші, аккредитацияланған дипломатиялық уәкілдерін сенім һәм шақырып алу жарлықтарын қабыл етеді. Бесінші, Олий Мәжіліс Сенатына халықаралық шөкімдер, дипломатиялық һәм басқа уәкілханаларының басшы лауазымдарын даярлауға ұсыныс ету құқығы. Алтыншы, өз атынан Өзбекстан халқына һәм Олий Мәжіліске ішкі һәм сыртқы саясатқа байланысты мәселелерін пікір білдіру құқығына ие. Жетінші, министрліктерді шөкімдестіру һәм қысқарту мәселесінде өз мұражаттарын Олий Мәжіліске ұсыну құқығына ие. Құрметті халайық, Дана Қарақалпақ айтқан екен, әуетенің 7-сі алтын өлшемді. Негізінде тағы 18 құқығы бар, және 25 құқығы бар Конституциямен бекітілген. Бірақ бірде-бір құқығы Қарақалпақстанның аймағына әскер кіргізу құқығына, ямаса Қарақалпақстанның милли ақшасын шығартпау құқығына, ямаса Өзбекстан бұқараларын Қарақалпақстанға көшіріп әкеліп, табыслы ең жақсы жұмыстарға орналастыру құқығына ие емес, құқығы жоқ. Айтатын сөзіміз көп, бірақ ең ахметлі машғалардың бірі Қарақалпақстанның газын сатуға һәм пайдалануға құқығы жоқ. Себебі бұл ғаризсіз Қарақалпақстанның байлығы. Қарақалпақстан Республикасының суверенитет хақындағы декларациямыздың 6-шы бөлімінде жер, оның қазылма байлықтары Қарақалпақстан Республикасының айрықша меншігі, оның суверенитетінің тикары, материалдық тикары болып табылады. Ассалаумағалейкум, құрметті халайық, мен Қарлыбай Бекмұратов. Бүгін екінші сәулетімізді жоғарыда көтерілген проблемалардан басламақшымын. Алдыңғы бірінші сәулетіміздің Қарақалпақстан Республикасының суверенитетін тіктеу тақырыбының давамы. Не істеуіміз керек десеңіз, біріншіден тілімізден шығатұғын сөзімізді, пікірімізді дұрыстап өзгертің. Қарақалпақстанға азатлық керек деген сөзді ұлыма айтпан, және Қарақалпақстанның азатлығын берін деп ешкімнен сұрама. Мен сіздерге және бір мысал келтіремін. Мысалы, мынау көріп тұрғаныңыздай менің қолымда қалем бар. Қалемді столдың үстіне қойсам, столдың үстінде тұр. Қалемді жерге тастасам, қалем жерде жатады. Ал қалемді мен қолыма ұстап тұрсам, қалем менің қолымда. Қалем менің қолымда тұрды. Енді мен пәленшеге, мысалға, адамның атын айтайық. Шауқат деп айтайық. Шауқат деген адамның аты бар. Қалем менің қолымда тұрды, мен Шауқат, менің қалемді бер деп айтсам, Шауқат маған не деп жауап береді? Басың істей ме, есің ауысқан ба? Қалем қолымда тұрды ғой дейді. Дұрыс па? Яғни тап сондай біз Қарақалпақстанға азатлық керек, Қарақалпақстанның азатлығын берің деп айтсақ, олардың жауабы дайын. Сөзіңізді, пікіріңізді дұрыстаңыз. 3 ахметлі мәселе бар. Бірінші, біз ғаризсіз мемлекет екенбіз, демек біздің Өзбекстан гражданствомыз болуымыз керек. Азаматтық дейміз бе, бұқаралық дейміз бе, оны уақыт келгенде халықтың өзі шешеді. Екінші мәселе, біз ғаризсіз мемлекет екенбіз, біздің милли ақшамыз болу керек. Үшінші мәселе, 30 жылдан артық Қарақалпақстанның жер асты, жер үсті байлықтарынан түскен дәрматлары Қарақалпақстанды айланып, туп-тура Ташкентке кетеді. Не себепті ондай? Себебі Қарақалпақстанның өзінің мемлекеттік бюджеті жоқ. Ал бұл мәселелерді жолға қою үшін Қарақалпақстанның сыртқы істер министрлігі, дипломатиялық корпустарымыз, олар да жоқ. Менің айтып отқандарыма түсіндіңіз деп ойлаймын, болмаса түсінікті болу үшін және бір мысал келтірейін. Біреулер бар, біз Қарақалпақстанға келсек, ең төменгі айлық $500 болады дейді. Екінші біреулер бар, біз келсек $1000 береміз дейді. Ал үшінші біреулер бар, біз келсек шаңыраққа бір үйден береміз дейді. Сұрау пайда болады. Бұндай ақшаларды кімнен, немесе қайдан алып берейін деп жатыр. Тап жаңа айттық, Қарақалпақстанның мемлекеттік бюджеті жоқ. Қарақалпақстанның қазынасында көп тиын ақша жоқ. Керек болса, пойыз басып кеткен тиын да жоқ. Бұл гарантия.
айлық пенсия, стипендия тағы басқа да төлемдер үшін әр ай сайын ақша керек. Ол ақшаларды қайдан тауып береді? Бюджет бос болса. Демек шетелдерден миллиард долларлар ұзақ мерзімдерменен, проекттерменен қарыз алады. Ал оны кім төлейді? Оны сіз бенен біз, қарапайым халық төлейді. Соңында не болады? Қасқырдан құтылып, асыланға тұтылдық деген болмай ма? Қарап отырсақ, ағайлар, көпшілік адамдар проблемаларын айту мәселесіменен дән. Сол проблемаларды шешу жолдарын айтатұғын бір бенде жоқ, ұсыныс пікірлер жоқ. Біздерде бұл машқалардың шешімі бар. Ондаған адамдар ондаған жылдардан бері бұны жұмсап жатыр. Қарақалпақстанның проблемаларын тек қана санап беру емес, шешіміне шекер тауып береді. Уақыты келгенде әлемде аналогы жоқ, үлгісі жоқ реформасын халқымызға ұсынады. Бұл реформамен Қарақалпақстан 20-30 жылдың ішінде әлемдегі ең ірі ойланған 20 мемлекеттің қатарына қосылу имканияты бар. Кешірерсіздер, мен сәл алдыға өтіңкіреп кеттім, сәулетіміздің ізін алмай. Сіздер комментарийлерде жазылып отырған негатив пікірлерге назар аудармаңыз. Біздің каналымызға жазылың және видеоларымызды сілтемесімен таратың. Просмотр қанша көбейсе, каналымыздың рейтингі сонша өседі. Рейтингі көбейді дегеніміз, әрбір жерлесіміз, оталасымыз қайсы елде, қайсы жерде жүрсе де видеоларымызды көре алады. Біз көбейсек, үлкен күш боламыз. Қайталап айтамын, ешқашан ешкімнен қарызсыздығымызды берің деп айтпа, сұрама. Машқаламызды Қарақалпақстанның билігімен шешуді көздесек, бізге Өзбекстанның билігі де есен болса да араласа алмайды. Өзбекстан араласа алмайды егер біз оларды араластырмасақ. Халықпен бірге біз өзіміздің ішкі внутренний проблемамызды өздеріміз шешеміз. Билігімізге анық талаптарымызды қоямыз. Егер билік халықтың талаптарын орындай алмайтын болса, онда өзін өздері тарқатсын. Олардың орнына халқымыздың арын аралап, зарын жарлап жүргендерден сайлайық. Яқтың қысқасы, ахуалымызда сондай жағдайға тірелсе, тарқатылған биліктің орнына тап қазіргідей ашкөздер келсе, баяғы болып қалар сөзсіз. Сонда халқымызды аш қасқырдың аузынан алып, екінші қасқырдың аузына тағып жіберсе, кім деген адам боламыз? Қарақалпақтың көшін жеп бастағанда, қарнымыз аш болса да, басымыздан сипалап, өлмесілігімізді беріп отырған Өзбекстан жақсы деп айтпайма. 2022 жылғы уақиғада Қарақалпақтың делегациясы және өзіміздей қарапайым халқымыздың бәрі бірігіп тік тұрмағанның себептерінің бірі Қарақалпақстанның партиялары ямаса әрекетлері өздерінің программаларын ұсынып шықпады. Ешкім ойламасын, біздің Қарақалпақты қорқақ деп. Қарақалпақтай батыр халық жоқ. Гәп билікке сепаратист, анархист, наппараз, тақпаразлар келгеннен гөрі Өзбекстанның құрамында жүргеніміз абзал деп жүргендер де бар. Біреуі мен келсем айлықты $500 етемін дейді, біреуі $1000 дейді. Үшінші біреулері әрбір іске үй беремін дейді. Бұндай жалған лозунгтерге сенетін халық жоқ. Бұндай айлықты қайдан алып бермекші? Елі көресіз, Қарақалпақстан қарызсыздығын тіктелеген жағдайда мемлекеттік бюджеті жоқ. Қоржынның түбінде соқыр тиын да жоқ. Және шетелдіктерден қарызға ақша алып, қарызға батып, мәңгілікке ғариза болып кетпейді. Біреу еді дәңгілім, екеуі болды шәңгілім деп халқымыз жылап қалмасын. Бұның алдын алудың жолы әділ сайлау өткізуді талап ету. Орысларда загнание в угол деген сөз бар. Қарақалпақша түсіндіретін болсақ, біздің халқымызды бір қараңғы жерге қуысқа тығып, сыртымыздан құлпылап, тырп ете алмайтын қылып қойған сияқты. Тап сол құлыпты сындырып ашамын деген адамдардың жағдайы алдын ала белгілі. Бұлардың хилесі көп. Я түрмеге қамайды, я атып өлтіреді. Мысалға, Бірлескен Милләттер жөнінде сұраса, олардың жауабы таяр. Өзбекстанның конституциясында суверенная республика Каракалпакстан имеет право выйти из Узбекистана по путем референдума деп кіргізілген. Яғни, барлық әрекетлерінде попытка изменения строя, попытка переворота деп Қарақалпақша айтқанда, үкіметті аударуға ұрыну деген ең ауыр статьяларды мойнына қойды. Ал 2022 жылдағыдай көпшілік халық жиналып шықса, оқ атудан да қайтпайды.
ислам каримовтің ережесі бойынша дәулетбай шәмшиевті саясаттан шеттетіп, оның орнына өздерінің айтқанын тыңдайтұғын Гүлбиназ Аширбековті отырғызып, тап осы статьяларды Конституциясына кіргізді. Ұяттың қысқасы сыртымыздан үлкен құлыппенен құлыптап, тырп ете алмайтын қылып қойды. Ол статьялар біздің халқымызға бір тиынға керегі жоқ. Себебі, біріншіден, Қарақалпақстан Өзбекстанның құрамына референдуммен кірген жоқ. Екіншіден, Конституцияның статьяларын жазу үшін декларация тикар болу керек. Ал декларациямызда не делінген? 7-ші бөлігінде. Выход Республики Каракалпакстан из состава СССР и Узбекской ССР является исключительным правом Республики Каракалпакстан. Делінген. Яғни, Өзбекстанның һәм Қарақалпақстанның Конституциясындағы Қарақалпақстан Өзбекстанның құрамынан референдум арқылы шығады деген статьялары незаконны. Советіміздің басында айтқанымыздай, Өзбекстан Республикасының президенттің 25 құқығы бар. Бірақ Қарақалпақстанды ұстап тұру, ямаса кеттеу, Өзбекстанмен бірігіп, бір міндет, бір халық болып кету, ямаса соған ұқсас ойлар болса, ол тек оның ойы болып қалады. Себебі бірінші Советімде айтқанымдай, Қарақалпақстан Өзбекстаннан және басқа да елдерден бұрын СССР-дан бөлініп шыққан 15 мемлекеттің ішінде Литвадан кейін екінші болып независимый республика болдық. Демек, халқымызға революция емес, эволюция керек. Ақыл менен, білім менен жұмсалып бару керек. Сол құлыптың алтын кілті бұл кәрестерімізді тікілеу. Өзбекстан үкіметімен шаруамыз болмай, өзіміздің Қарақалпақтың билігімен айналысуымыз керек. Құрметті әзиз Қарақалпақстан халқы, біздердің жағдайымызды Қарақалпақстанның билігі түсінбейді деп ойлама. Арасында бар. Қане енді осы халық ақылменен әрекет етсе, біз қолдап қуатлар едік дегендері. Оларда әзірше басқа жол жоқ. Қылт етсе болды, жоғарыда айтылған статьялармен түрменің төріне жібереді. Ал ол жерден сау болып шығу құмарлы. Қазіргі уақытта Қарақалпақтың адал перзенттері ондаған жыл давамында өздерінің проектлерін, программаларын дайындап қойды. Жақын арада 20-30 жылдық проектлермен әстен таныстырып барамыз. Ең басты біздердің талабымыз Өзбекстан үкіметіне емес, Қарақалпақстанның билігіне қаратылғаны дұрыс. Қазірше бұл екінші Советімді жұмақлаймыз. Советіміздің давамы бар, бізбенен бірге болың, бізді қолдап қуатлан. Үшінші Советімізде Қарақалпақтың қайтпас қызы, 40 қызындай, жүрегі ана ватаным Қарақалпақстан деп ұрып тұрған ақиқатты дәл бетіне айтатын батыр қызларымыздың бірі Сиуар Мирманбетовамен бірге өтіреміз. Хош, келесі ұшырасқанша диққатларыңыз үшін рахмет.